Ұлытау тағы да шетелге аттанбақшы. Әлем елдерінің сахнасында өнер көрсетіп үйренген топ жетекшісі Қыдырәлі Болманов бұл жолда жеңістен дәмеді. Нью-Йоркқа бағытталған өнерпаздың сайыстан бұрынғы дайындығын тілшіміз Ықылас Тұрсынбек арнайы көріп қайтқан болатын. Сәлем достар, біз дәл қазір тобының дайындығына қатыстық. Сіздің аршарында дайындалып жатыр. Қыдырәлі мырза тағы да ақшқа бет алды. Ондағы мақсат арқаны кеңге салып демалу емес, қазақтың өнерін әлемге таныту деп қояды өзі. Осы күндері жарыс алды дайындық қызу жүріп жатыр. Бас жүлдені қолдан бермейміз деген өнер иесі, үйреніскен жау атыспаққа жақсы деген сыңай танытты. Ашаршылықта жеген құлқан дәмі ұмытылмайды дейді, аузынан кетпейді дейді. Сол енді бастап ұлытауды енді құрып, міне осы дайын болды деген кезде бірінші барған елім Голливуд қаласы ғой, Америка елінің. 86 ел қатысқан жерден бізге бас жүлдені, гран-приді беріп деген сияқты ол өмір мәңгі бақ есімізде қалған дүние. Америка деген кезде есіме бірден сол түсті. Ұлытау аттанайын деп тұрған сайыс ақш-тың Нью-Йорк қаласында болмақшы. Буынып түйініп дайын отырған топтың сайысқа сақадай сай екендігі көрініп ақ тұр. Ал Қыдырәлі мырза болса қызуқанды сұхбатын әрі қарай былай өрбітті. Сондықтан біз әрқашан да дайынбыз ана. Шекарада тұрған нелер сияқты сақшылар. Қай елге жіберсеңіз де, әлемнің қай түкпіріне, қай деңгейіне, қай группасының қасына қосам десеңіздер де, біз дайынбыз да. Құдайға шүкір, қай елде болмасын еліміздің туын ешқашан да жерге түсірмейміз ғой. Әрқашан биікте, әрқашан жоғарыда ұстауға біз міндеттіміз. Рахмет аға. Ықылас Тұрсынбек, хедлайнер.